біздің жұмысымыз мына сайтты жасау. Примерно ше. Товарлар деп, ладно, қалай жазамыз товарлар дегенді, давайте. Ол үшін мен отдельный сайт ашайыншы, давайте. Тықтайық. Сендерге жібергенде ыңғайлы болсын, отдельный папка болып тұрсын. Давайте бүйтейік. Task дейік, точка. HTML дейік. Міне қасында 1 PNG деген сурет тұр, соны қазір қоямыз алты рет ше. Ашайық, Sublime'мен шық. Мәжге не деймін? Task дей салайық, там интернет дүкен дей салайық. Дүкен. Самый верхний. Кеттік, не дейміз? Давайте бүйтейік. Қалай бөлеміз? Мынаның бәрін бір дифқа саламыз ба? Сала салайық, бір үлкен диф болсын. Ол дифті көріп отыру үшін сразу не бере салайық, бордерін бере салайық. 2px solid black, мынау black болсын. Все. Көріп отырамыз да зато. Мынау емес task еште. Міне, ішінде просто контент жоқ та, бір нәрсе жазып қойсаң шығады. Міне, в общем. Ішіне не қоямыз? Үлкен дифтің ішінде тауарлар деген жазу керек, бірінші. Мынаны жазу керек. Мынаны title head h1, h2-ға жасау. h1 болсын. Без разницы. h3 дейді. 2 мен 3 пен 1-ді қосайық, 2-ге бөлейік жарайды. h2. Не дейміз? Товарлар дейік. Нені не үшін қойдық? Қорықпаңдар, алып тастаймыз қара шекарамшы. Просто бізге көріп отыру керек та, қайсы не отқан. Товарлар не тұр, дұрыс па? Жоқ, мына жерде басқалай тұр ғой кішігірім. Оны қалай жазамыз? H2-ға жазайық, текст. Дұрыс па? Align центр. Здрасте. Центр. Болмады ғой? Дұрыс айтасың. Қуып кетті дейді адам. Style, текст align центр, дұрыс па? H2-ға мына текст ортасында тұрып басын көрейік. Ары қарай. Тағы бір диф ашайық па? Сонда былай істеп жатсыңдар сендер, по идее жақсы істеп жатсыңдар. Көп диф болғаннан қорықпаңдар. Мен айттым. Міне, сен бүйтіп жатсыңдар. Үлкен, мынаның бәрі бір диф деп ұқтық, понятно? Жаңа қарамен оқыған, бәрі үлкен бір диф. Оның ішінде мынау бір диф. И мынаның бәрі бір дифта тұр, дұрыс па? И мынаның ішінде мыналар дифпен кетіп отыратын болады, мынау бір диф, дұрыс па? Дұрыс, давайте. Мынаны дифқа істемедік, мынаны сразу H2 дей салдық, оказывается, үсті бізде диф емес екен, мынау диф емес, мынау H2 екен. Мынау асты диф болсын, мынау диф болсын, дұрыс па? Диф дейік, кеттік. Сонда дифтің ішінде H2 тұр и диф тұр. И осы екеуі үлкен дифтің ішінде тұрады. Маған тоже бордер бере салайық, чтобы көретін дейші. Тағы да диф істейміз ба, или осыны сразу ұра береміз ба? Надо blue deyip. Biteyik, көрейік. Ештеңке жоқ, тік да. Битейік, тұр ғой диф, Или сразу ұра берейік па? Андай, не қылыпшы? Сразу, мына үлкен дифті салмай, сразу бүйтіп, мына дифті ұра берейік па? По идее, көп сала берген жақсы, просто қағазбыз шатасаңыз, біз давайте сразу кішкентай дифті ұра берейік. По-хорошему, көбірек сала беру керек. Но бізге пока неудобно болып тұр. Так что давайте бүйтейік. Мынаны, онда мына көк дифті былайға жасайық. Суреті болсын, ішінде. И жаңағы бір тексті болсын. Осы диф болсын. Көк диф, мына диф болсын. Түсініп ма? Қалай істейміз? Кеттік. Img менде уже бар. Ана жерге шоппинг деп қойын. Қыздар несі? Шоппинг деген сөзге естіген іздеді. Ина жерге. Бір пойын. Көрейік не? Еще астына не саламыз? Пладик та или спандик па? Бола берсін, жарайды. Не дейміз? Телефондар десайықшы пока. Телефондар, гаджеттер дейік. Ал? Ширинасы қаз беру керек қой. Біз әлі ақырында бір сауатымыз. Пока осындай диф тұр, кішкентай, ішінде имгсымен, псымен. Орай? Міне,
Енді ширинасын беру керек те, қасына надо попытаться біреуді салуға. Вообще мына элементтер қасына ешкімді қойғызбайды, жаңағы div болсын, p болсын. Бірақ оның бір жолы бар, қазір көрсетемін. Бірінші ширинасын азайтайық. Вообще бірінші народ мынаны істеу керек. Мынау көріп тұрсыңдар ма, ортасында тұр. Мына жағында қашықтық бар, мына сол жағында, оң жағында қашықтық бар. А бізде былай екі шетке жазып қойған бе. Қалай істейміз оны? Мынаны? Оны мына үлкен дифқа істейік, ең үлкен дифқа. Иә? Кішірейтейік та, еще ортаға қояйық, иә? Аутомен. Бірінші ауто жасам болсын, бірақ кішірейтіп алу керек. Өйткені ширинасы до конца емес қой, кішкентай ғой ширинасы, еңі. Дұрыс па? Мынаның ширинасы 100% болса, мынанікі примерно қанша? 70% па, ана үшеуі? Бүйтіп несін? 70. Қалай жазамыз, видите? Видите, неме дейміз? 70% деге. Дұрыс па, көрейік. 70% көрейік. Дұрыс қой, ә? Мына үлкен қараны айтып отырмын, қараны азайтып отырмыз. Енді ортаға қою керек. Маржин 0, үстінен астына 0, иә? Бүйтіп түсірейінші сендер көрінсін, не? Дұрыс па? Маржин 0, мына жерге ауто дейді. Түсіндірмін ғой, не жаңа? Үстінен астына 0, сол жағың жағынан ауто. Дұрыс қой енді? Енді дұрыс. Енді мына көкті мәселе, көкті осындай көктен үшеу қою керек. Шекарасын азайтайық. Көрсетіледі. Шекарасын 32% санайшы примерно, 33 қой, по идее. Или 33 дейсін айқылады. Вот, орын босатылды ғой мына жерге. Енді, кстати, мына жерде бір нәрсені айтып кетейінші, қараңдар. Чуть-чуть офф-топ. Офф-топ деген не по теме, но по теме, қараңдар. Ой. Осы жерде бір нәрсені айтып кетейін. Біз мына үлкен дифқа қанша процент бердік? Үлкен дифқа, міне. 70% бердік, иә, ені. Ол бірақ кімнің ішінде тұр? Мына диф кімнің ішінде тұр? Бодидің ішінде тұр ғой. Значит, ол бодидің 70%-ын алады. Ол нақты кімнің ішінде тұр? Қай тектің ішінде тұр? Сол тектің 70%. Сонда мынау 100% болса, мына бүкіл сайтымыз 100%. Сонда мынау соның 70%-ын алып тұр. Дұрыс па? Енді қараңдар. Мынау қанша процент алып тұр? 33, иә? Кішкентай диф. 33%. Бірақ ол диф кімнің ішінде тұр? Үлкен дифтің ішінде тұр. Значит, мынау 33% үлкен дифтан 33%. Бодидан емес. Түсінесіңдер ма? Нақты қай элементтің ішінде тұр? Сол элементтің 33%. Значит, мынау 100% болса, мынау 100% болса, мына элемент, иә? Мынау соның 33%. Түсінесіңдер ма? Осыны айтып кету керек болдым. Өзінің нақты ішінде тұрған элементтің процентін алады. Высота болсын, ширина болсын, соны алады. Орысшадан родитель дейді. Родительский элемент деген, мынау кімнің ішінде тұр? Мысалы, диф кімнің ішінде тұр? Мына дифта тұр ма? Значит, үлкен диф кішкентай дифқа считается родителем, ата-анасы деп саналады. Түсінесің ба? Мынау атасы, апасы деп онда жоқ бізде. Мына дифтің родительский элементі ол body. Bodyдің родительский элементі ол вообще HTML болады. HTML-дың ішінде тұр ғой бәрі, по сути. Түсінесің ба? А HTML-дың родительский элементі жоқ. Ол кімнің ішінде тұрған жоқ. Түсініктер ма? Родительский элемент деген ата-ана элементі дейміз ғой. Енді сиіп тұр ғой былай, иә? Тағы екі қойсақ сиіп кетуі мүмкін, иә? Қояқшы. Тағы осыны тура копировать қой салдым пока. Тексеру үшін. Хоппа. Қырсық, иә? Өзі ширинасы кішкентай болса да көп қойғызбайды. Неге? Өйткені ол блочный элемент. Блочный элемент хоть мынандай қылса, кішкентай қылса, все равно қасына ешкімді қойғызбайды. Сондай қырсық. Енді прикол в чем? Любой строчный элемент дегендер бар, блочный элементтер бар. CSS пен блочный элементті строчный қылып тастауға болады, строчный элементті блочный қылып тастауға болады. CSS пен ана типін өзгертіп тастауға болады. Түсінесіңдер ма? Біздің жұмысымыз қазір не болады? Мынау блочный элемент қой, div өз-өзімен. По природе блочный элемент, соны строчный қылуға болады. Бірақ строчный қылған дұрыс емес. Үш тип бар. Енді соны түсіндіріп кетейін видеоға. Строчный блочный түсіндіңдер ғой, иә? Строчный деген неме? Қасына тұра береді, былай, қасына тұра береді. Дұрыс па? Строчный деген? Блочный деген бір түр болады. Енді үшінші түрі бар. Строчно блочный деген. Екеуінің несі? Қосындысы. Соны мен жаңа айтқан жоқ, енді келіп жатырмын да. Бәрі өзін салмайды.
Строчно, блочный, мынаның, помните, разницасын айттым. Мынаған, мыналарға, строчныға, width, height бере алмайсың, помните? Width, height бере алмайсың, ширина, длина бере алмайсың, бірақ не жақсы, бір-бірінің қасына тұрады, сол жақсы. Бірақ минусы, то, что біз ширина, длина бере алмаймыз. Мынаған ширина, длина бере аласың, блочный элементке, но жаманы, что бүкіл ені алып алады. Енді строчно, блочный деген сол екі проблеманы шешеді. Строчно, блочный деген істесең, қазір мына дифқа строчно, блочный істесек, дифтардың бәрі қастарында тұрып алады. Түсінесіңдер ма? Ол строчныйдың плюсын алып алды, строчный секілді қастарында тұрып алады. Жаңағы строчно, блочный дегенші. Бірақ и плюс еще, оған можно задавать width, height. Сонда екеуінің плюстарын алып алды. Строчныйдан қасына тұрып алатын қасиет алып алды, блочныйдан ширина, длинасын бере алатын қасиет алып алды. Соны строчно, блочный. Түсіндір ма? Бізге как раз строчно, блочный керек. Бізге ширина, длинасын да беру керек болып қалады, потом по-любому, и қасына тұру керек еще. Түсіндір ма? Енді қараңдар, оны қалай істейді? Мысалы, бір көрсете салайын, мынаған дейін. Мысалы, бізде не бар ғой? Спан бар ғой, спан, помните? Ол қандай элемент болды? Строчный, е? Екі спанды қойып бүйтіп қасына, қараңдар. Hello world деп қойып. Обновить етем. Міне, hello world. Екеу, мынау бірінші элемент, мынау екінші қастарына тұрып алды, екеу, потому что строчный, е? Енді қараңдар, бүйтсем, мынаған жазсам. Display. Ой. Народ, ол стильде жазылады, сори. Стильде жазылады. Display деген параметр бар. Нам параметр дейміз, е? Color деген сияқты. Display дейсіңдер, қазір онда inline тұр. Inline деген строчный дегенсіз. Мынаны жазбасаңдар да болады, ол и так өзі строчный спан. Блок десеңдер, ол блочный болып кетеді. Сен спанды насильно күшпен блочный қылып саласың. Обновить етсеңдер, мына блочный болып бүкіл нені алып алады. Бүкіл еңін алып алады. Hello, world астқа түсіп кетеді, қорқып. Түсінесің ме? Мынаны көрсетейін дегенім, просто алып тастайын, е? Или бүйтіп тұра берсін. Енді біз не істейміз, мынаған дифтарға бүйтеміз, е? Стильға не дейміз? Display. Display деген қалай қазақша? Көрсету, показать. Блочный ретінде көрсету, немесе строчный ретінде, немесе строчно блочный. Display деген көрсетудің режимі. Қалай көрсетем? Қандай элемент қылып көрсетем? Строчный, блочный. Display дейсіңдер, мына өзі қазір мында тұр, мында тұр. Өзі по умолчанию блочный, мына жазып деген жоқ. Былай жазсақ, тоже жаман, ширина, длина бере алмай қаламыз. Inline-log дейміз. Түсіндіңдер ма? Осыны не істеу керексіңдер? Бәріне жасау керексіңдер. Өйткені бір-бірінің қасына тұратын бәрі тұру керек қой, бір-бірінің қасына. 3 дифқа да жасайсыңдар. Стильдің ішіне. Түсінесің ба? Обновляем. Мынау неге сыймай қалды? Енді мынаны айтайын. Неге сыймай қалды? Вроде 33% неге сыймай қалды? Өйткені сендер мына нелер бар ғой? Элементтердің шекараларын, бордаларын жасайсыңдар ғой, қалың қылып. Соны қалың қылғанда ителіп кетеді бәрі. Бордер бар кездерде ителіп кетеді. Еще нелер көп. Еще да ителіп кететін причиналар көп, сыймай қалатын. Сол үшін лучше пока что біз потом басқа нәрсе үйренеміз, былай отырмаймыз процентпен ойнапшы. Просто қазірға процентті кішігірім азырақ қоя салыңдар. Түсінікті ме? Қазір көп нәрсе білмеймін соның ішінде. Еще ортаға нетпей қапты, оң жағында не қалып қапты. Бүйтуге болады, мынаның бәрін бір диф қалып, үлкен жаңағы, все-таки соған келіп отырмыз ғой, не? Ой, не отыр? Мына дифқа салып, қазір бетейінші. Осылай қырсық қалатын заттар бар да. Біз нені өтеміз ғой, сол кезде бәрін көрсетеміз, біз флекс өтеміз. Бүйтіп процентпе ойнамаймыз вообще никогда. Біз просто қазір оңай нәрсені үйреткен кейін сөйтіп пытаемыз сделать, бірақ оған уже дайын заттар көп. Соған келеміз, сразу істеп беретін өзі бізге. Пока біз отырамыз бейшара болып, каждый процент пиксель санапшы, потому что бәрін білмейміз әлі. Мына жерде бүйтейік та, мына дифқа шы, үшеуін бір дифқа салып қойдым, көрдіңдер, е? Үшеуін еще бір дифқа салып қойдым. И сол диф не деймін? Style. Не деймін? Border керек емес. Дігідік. Display дегеніміз margin 0 auto дейсіз, ja? Көрейік қазір. Неге болмай тұр? Давайте бордерін көрейік. 1 пиксель, solid, red дейсіз, не до конца алып тұр? Мына өзі не болып тұр екен ғой?
мына жерде придется ойнауға онда. Придется ойнауға бүйтіп мыжып кетеміз, иә, народ. Пока давайте мынаны онда қоя салайық қазір. Видео көп болып кетеді. Мынаның бәрін флекс өткенде көрсетемін. Хорошо? Мынаны бүйтіп нету керек болады. Float деген темалар бар қазір. Каждыйның маржин жасап отыру керек. Каждый 3 дифтің маржин жасап отыру керек. Бүйтіп жасап көрсек болмай ма, кстати? Бір көрейін, болмаса потом етеміз. Margin inline дейікші. Inline бет. Auto деп. Мынаны қазір бір жасап көрейін. Болмаса, народ, ары қарай кете береміз, мынаны тыстай кетеміз. Мына болмады, кетеміз. Оған дайын технологиялар бар, мынаны тұстап кетейік, 33 деп көрейікші. Или бүйтейік, народ. Мынаның бордерін алып тастайық, болды, мына үлкен дифті түсіндік қой. Даже үлкен диф керек емес. Бағанағыда қалай берсін. Мынау да керек емес. Мына ең үлкен диф қалсын, қызыл диф керек емес, тұра берсін. И мына бордерларын алып тастайық. Бордерларын алып тастайық. Бордерларын алып тастайық. Примерно бордерін түсіндік, қай жер тұрғанын. И 33 деп көрейік. Пока что сөйтсілер. Бұрында нелерші, дизайнерлер, верстка жасайтын адамдар осылай отыратын, қиналып. Ондай технологиялар болған жоқ, флекс, bootstrap деген секілді. Давайте бордерін қалса. Жарайды, мәрі тұра берсін, кете берейік. Флекс өткенде бәрін көрсетемін соң. Бордер тұра берсін, қазір керек болады екен. Енді суретпен текст сол жағына жабысып тұр, сол жағына. Не? Текст пен сурет сол жағына жабысқап тұр. Ортасына қой керек, не істейміз? Не істейміз? Текст алайын дейміз ба? Текст алайын деп көрейік па, дифқа? Текст алайын көрсеттім ба бағана? Центрді. Текст алайын деген не только текстқа, ішіндегі бүкіл элементтерге, суретке де не етіледі. Көрдіңдер ме? Текст алайын деп сен ойлап қалмаңдар, тек текстқа деп. Текст алайын деген бүкіл строчный элементтерді ортаға қояды. Бізде сурет строчный. Мынау строчный емес қой, бірақ соның ішіндегі бірақ текстті ортаға қоя салады. Сен как будто мына нені текст алайын центрді как будто мынағанда жазып тұрған секілді боласың сонда. Короче, мынандай тема болады, қараңдар. Мынандайды тоже түсіндіріп кетейін. Текст алайын центр біз кімге жаздық? Дифқа жаздық. Түсіндіңдер ме? Бірақ параграф кімнің астының ішінде тұр? Дифтің ішінде тұр. Значит, именно сол текст алайын центр дегенді жаңа айтып едім ғой, цветті алып алу мүмкін. Үстіңгі элементтерден, радийский элементтерден цветті алып алады текстін, размер шрифт алып алады. И текст алайын центрді тоже параграф өзіне алып тұр. Радийский элементтен өзіне алып тұр. Сонда как будто сен бүйтіп мынаны еще копировать етіп мына п-ға жазып қойған секілді болып тұрсың. Стайл тең текст алайын центр. Түсінесің бе? Бірақ бүйтсең жақсы болады онда. Мынаны 3 рет жазбай, бізде 3 диф қой. 3 рет жазбай, мынаны аласыңдар, не істейсіңдер? Мына үлкен дифқа жазсаңдар болады. Түсінесің бе? Ең үлкен дифқа. Бәрі қабылдап алады сол дифтан. По умолчанию. Көрдің бе? Даже мынау да дұрысталып кетті. Жаңа біз дұрысталмай отқан мынау. Даже дифтарды да ортаға қойды. Түсінесің бе? Енді не қалды? 6 рет қой дейсіңдер ма? Давайте мынаны бірінші дұрысталайық, мына жерін қараңдар. Мына жерлері көріп тұрсаңдар домалақ кішігірім. Мына жерлер. Радиус прибавления деген бар как раз. Мына жерге, иә? Радиус 1. Қалай жазады оны? Бордер. Радиус. 20 пиксельді көрейік, иә? Біріншісіне. Вот чуть 30 дейсің. Ты меня понял, 30 болсын. Мынаны общий жазып қойсақ көрейік, ала ма, бәрі алмай ма? Бордер радиусты алмай қалуы мүмкін, бәрі. Общий нәрсе жасақ. Бәрі алмайды, көрдің ба? Кейбір заттарды алады, шрифт, тексттарды. Текст алайынды да. Жоқ, общийға кетіп жатыр, ішіндегілерге бармайды. Текст алайын бар де бәріне, текст алайын жасағанда бәріне барды. Ішіндегілерді қабылдап алып. Сонда кейбір заттар қабылданады, ата-аналары элементтерінен. Кейбір қабылдамайды. Сол үшін это придется бізге что, бәріне жазуға, иә? Каждый дифқа жазамыз онда, ну ничего. Раз. Потом народ ойламаңдар, біз бүйтіп отырамыз деп, каждый тегтің қасына бүйтіп отырамыз. Мен сендерге CSS-ті 2-3 сабақ кіргенде қатты бүйтіп отырмаймыз, бүйтіп жазып. Біз CSS-ті отдельный файлға жазамыз. Вообще күшті болады. Мына жерде чуть қиналу керек осылай, түсіну керек осылай. Түсінесің? Каждыйына жазып, мұжып. Мынаны қазір бір веб-разработчик көрсе шошиды. Бірақ сөйтіп үйренеді адам. Бүйтеміз кірді, иә бәрі, дұрыс па? Даже мына нені алып тастауға болады, иә? Қараны ше.
келген шығар уже. Примерно түсіндік қой. Дұрыс па? Енді астына қоя саламыз, примерно. Давайте мына копировать етейік та. Мынау білесіңдер ғой, симай қалса, бәрі инлайн блок болып тұр ғой, симай қалса астына түсіп кетеді. Итак, шу сиіп тұр, мыналар симай қалса астына түсіп кетеді. Бірақ мына жер қатты жабысып тұр, мына жерлер. Оны қалай нетеміз? Маржинмен, маржинмен. Бүйте салайықшы, мына бірінші дифқа мынаған. Маржин бере салайық, ол и так бәрін итеріп тастайды. По идее, чуть басқалай жасалады, бірақ оны тоже уақытымен көреміз. Бүйтейік, мынаған стильға бүйтейік. Именно маржин не дейміз? Bottom дейміз. Bottom деп, жоқ, асты, Margin bottom 10 пиксель дейік. Ой, 10-20 көп, 10 дейік. Көрдің ме? 10 даже көп екен, 5 пиксель. Примерно, расында. Вот. Уже біраз нәрсе жасай аласыңдар да. Сайтты бөліп, дифтарға бөліп, ішіне бір нәрсе. Көрдіңдер ме? Осылай ана сайттарға жетеміз айттым ғой. Күшті әдемі көрсетдім басында. Видеода көрдіңдер ме? Сол сайттарға жетеміз. Оны көк қылмайсың. Мына жерде сызықтар бар ғой. Өшіп тастасаң бордерді не етеді, бірақ бүйтіп әдемі қылып мына жерде сызықтар тұр ғой. Мынандай цвет бар. Қайда тұр мынау? Blue. Сиян деген цвет бар. Білесіңдер ме? Сия бар ғой, сия. Сиян. Ол да маған берілмейді. Жаңағы радиус берілмей қалды ғой. Цветті главныйға берсең маған берілмей қалады. Только шрифттің тексттері беріледі. Текстің цветі, текстің шрифті беріледі. Кейбір заттар. Екеуі ұқсас қой болып жүрмей, примерно. Примерно ұқсас қой. Фигма деген андай нәрсе. Мына жерде сұрақ бар, мына жерге қойып алыңдаршы, потом айтамын бәрін. Сен беріп көр, түсірмейді. Бордер радиус бермеді ма, бордердің цветін тем более бермейді. Көр, может, беріп қалады біреулер. Бір браузер беріп қалуы мүмкін, бір браузер беріп мүмкін. Мына жерде браузер тоже жұмыс істейді ғой. Вообще берілмеу керек. Жаңағы цвет беріледі, текстің цветі. Шрифттар беріледі. Шрифттардың размері мен шрифттардың жаңағы семействосы беріледі. Times New Roman дегендер. Сол үлкен бадиға жазып қойсаң, бадидің ішіндегі бәріне беріп кетеді. Шрифт, текст дегендер. Түсінесің бе? Жаңағы бордер радиус берілмейді. Бордер радиус өйткені конкретно бір элементтің бордерін ғана істейді. Ол оның ішіндегілер емес, сол конкретно бір элементтің ғана шекарасын істейді. Түсінесің ба? Сұрақ бар ма? Все, көрермендер, подписка